Кеш жарық әріптестер, бүгін сіздерге күнделік кезетке қымыжыны қалай жүктеу керек екенін айтып өтетін боламын. Ең алдымен сіздер қымыжыны әр күнді бөлек Wordқа түсіріп аласыздар. Мысалға, бүгінгі тақырыбыңызды Wordта қымыжыңызды аласыз. Сөйтесте оны копировать етіп аласыз. Себебі бұл жерде барлығы бірге түскен қымыжы. Енді осыны біз әр күнді жеке алуымыз керек. Ол үшін осыны копировать етіп алып, басқа жаңа Wordқа қоясыз. Осылай копировать етесіз. Себебі бұның барлығын бірге бір күнге қоя алмайсыз. Осылай копировать етіп алып, жауып қоясыз. Сөйтесте жаңа Word ашасыз. Осылай жаңа бет ашып аласыз. Осылай копировать етіп аласыз да, бұны сақтайсыз. Сақтап аласыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп ат қойып аласыз. Мысалға, 3-ші сынып қазақ тілі, 3-ші тоқсан, 4-ші сабақ. Сохранить. Бізде сақталды бұл. Енді біз күнделік кезетке кіреміз. Күнделік кезетте журналға кіреміз. Сыныбымызды таңдаймыз. Және сол сабағымызды таңдаймыз. Енді бізге күнімізді таңдау керек. Сол сабақ өткен күніңізді таңдайсыз. Мына жерде файлдар таңдау деген тұр. Осыны басасыз. Мына жерде жаңағы сақтаған қымыжыңыз бар ғой, сол қымыжыны тауып аласыз. Мына жоғарыда поискқа жазасыз, мысалға 12 күнге маған 2-ші сабақ керек. Іздейсіз атына байланысты. Міне, менде шықты. Осылай басып, открытті басасыз, сонда мына жерге түседі. Міне, түсті. Файлды таңдау дегеннің қасында 3-ші сынып қазақ тілі қымыжы 2-ші сабақ деп түсті. Енді мына жүктеуді басамын. Менің күнделік кезетіме осы қымыжы жүктеледі. Міне, менде шығып тұр, жүктеліп. Міне тұр. Қымыжым күнделік кезетке жүктелді. Осылай күнделікті сабақты өткен кездеріңізде осылай қымыжыны жүктеп отырасыздар.